Сәлем баршаңызға. Сіздермен әдеттегідей Гүлнұр. Бүгінгі кезекті видеода біз сіздермен панама тоқуды үйренетін боламыз. Кез келген размерге тоқып үйрене аласыздар. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнап жатса лайк басып кетіңіздер және де өз пікірлеріңізді де қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, ең алдымен бізге әрине крючок керек болады. Крючок менде 3 мм крючок, және де өз крючоктарыңызға сай етіп жіп таңдайсыздар. Ол менде Ярнард джинс жібі. Бұл жіп құрамына келетін болсақ, 45% акрил және де 55% хлопок. ХБ дейміз ғой. Ары қарай 50 граммда 160 метр бар. Және де бұл жіп өте жақсы, сапасы жағынан ешқандай да түтіктелмейді. Осымен тоқып көрсеңіздер өкінбейсіздер. Бұл менде жіптің номері 90, яғни қызыл жіп. Мен қызыма садикке красная шапочканың, яғни қызыл телпектің жаңағы кейіпкер ретінде ойнайтын болады. Соған панама тоқып берейін деп жатырмын. Бұнымен тағда мен алдына алжапқыш тоқитын боламын. Ең алдымен біз тоқымамызды бастамас бұрын сіздерге размерді көрсете кетейін. Олай болса, тоқымамызды бастаймыз. Біз ең алдымен төбесін тоқитын боламыз. Ол үшін біз әдеттегідей өзіміз үйреніп қалғандай осылайынан жібімізден шеңбер жасап аламыз. Шеңберіміздің ортасынан бір жіп іліп аламыз. Ары қарай тағы да 2-3 жіп ауаға тоқимыз. Одан ары қарай мынаны айналдырып, қазір полустолбиктармен тоқып шығатын боламыз. 12 петля тоқитын боламыз. Мынау менде біріншісі, яғни бір столбигіміз, бұл бірінші, жаңағы ауаға тоқығанымыз, бұл бір столбик болып есептеледі. Ары қарай келесі крючогымызға накид ілемізді, ортасынан іліп шығарып, бізде крючогымызда 3 жіп болды ғой, осы 3 жіптен бірақ бәрінен бір жіп жасаймыз. Бір жіп іліп тоқып аламыз. 2 болды. Мынау 1, мынау 2. Ары қарай тағы да накид іліп, дәл осылай тоқи береміз. 3, 4, 5, 6, 7. Яғни мынау бізде 1 болып есептеледі. Енді ары қарай біз 11 тоқуымыз керек бізде. Менде 7 болды. 8, 9, 10, 11 және де 12-шісін тоқимын. 12 қылып, міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 полустолбик болды. Енді мынау жібімізді, қысқа жібімізді тартатын болсақ, ақырын біздің шеңберіміздің ортасы осылай жиналады. Ары қарай кеттік. Енді біз шеңберіміздің, яғни жұмысымыздың басы мен аяғын қосатын боламыз. Ол үшін мына жақтағы ең бірінші басында біз 3 ауаға іліп тоқыдық қой, соның 3-шісінен жібімізді, крючогымызды өткізіп, 2 жұмыстың басы мен аяғын қосамыз. Ары қарай 1, 2 воздушный петляға көтереміз, яғни ауаға тоқимызда, дәл түбінен 1 петля, яғни 1 полустолбик тоқитын боламыз. Мына бізде артында тұрған қысқа жіпті міндетті түрде ортасына салып тоқып жіберіңіздер. Себебі соңынан бұл сіздерге артық жұмыс болады. Олай болса кеттік. Дәл түбінен алам. Және де шығарамда үшеуінен 1 петля жасаймын. Мен яғни бір түбірден 2 петля тоқыдым. Ары қарай мына жерде 1 петля тоқимын. 1 петля. 1 полустолбик тоқимын.
келесіге тура осы жерден тағы да бір полустолбик тоқимын, тура жаңағы жерден. Одан кейінгі міне менде тұр. Бұл жерден де екі полустолбик, яғни мен әрқайсысынан екі полустолбиктан тоқып жатырмын. Келесіден де дәл солай екі полустолбик тоқитын боламын. Бір, екі, тағы да келесіден бір, екі, яғни әрбір алдыңғы бірінші қатардағы полустолбиктің әрқайсысынан екі полустолбиктан тоқып шығатын боламыз қатардың соңына дейін. Қатардың соңында бізде 24 полустолбик болуы керек. Қатарымның соңына келдім. Енді тағы да мен жұмысымның басы мен аяғын қосатын боламын. Мына жақта біз жаңа екі ауаға тоқыдық. Осының екіншісінен іліп аламыз да жұмысымыздың басы мен аяғын дәл осылай қосамыз. Ары қарай тағы да бір екі ауаға іліп тоқимыз. Дәл мына түбінен, міне мына жер тұр ғой, осы жерден тағы бір петля, яғни тағы бір полустолбик тоқитын боламыз. Сонда мен міне бір түбірден екеу жасадым. Келесі менде мына жер тұр, бұл жерден мен бір ғана полустолбик тоқитын боламын. Міне одан кейін міне менде байқасаңыздар екі полустолбик алдыңғы қатарда тұр. Соның үстінен мен екеу тоқимын. Бір, екі. Одан кейін менде мынандай жай ғана бір петля тұр. Бұл жерден мен бір полустолбик тоқимын. Келесіде екеу тұр. Демек, бұл жерден мен екеу тоқимын. Одан кейін біреу. Яғни чередовать етеміз. Бірінші екеу тоқимыз бір неге полустолбикқа алдыңғы қатарға, келесіге екеу тоқимыз. Келесіге біреу, екеу. Осылайынан бірінен соң бірін қайталап отырамыз. Қатардың соңында бізде 36 петля, яғни 36 полустолбик болу керек. Мен қатардың соңына дейін келдім. Менде мына жерде мен қатарымның басын екі полустолбикпен бастасам, соңын бір полустолбикпен аяқтауым керекпін. Ол үшін мен мына жерден тағы бір петля тоқимын. Сонда бізде осы қатарда 36 полустолбик болу керек. Қатарымды соңына дейін тоқып болғаннан кейін жұмысымның басы мен аяғын қосамын. Міне, бізде осылайынан домалақ, яғни осындай домалақ пайда болады. Ары қарай тағы да екі воздушный петляға көтеремін. Енді дәл жаңағындай алдыңғы қатардағыдай түбінен тағы да бір полустолбик тоқып, ары қарай енді біз жаңа алдыңғы қатарда бір полустолбик, одан кейінгіден екі полустолбик, бір полустолбик, екі полустолбик, осылай тоқыған болатынбыз. Енді мына жерде екі полустолбик, одан кейін міне мына жерде бір орын тұр, бір, екі, келесіге тоқисыз, келесіге. Міне мына жерде бір, мына жаққа тоқимын енді. Екі, яғни екі, біз көбейткен екі полустолбиктің ортасынан тағы да екі полустолбик тоқитын боламыз. Міне. Келесіде менде екеу тұр. Демек, мен бұл жерге екеу тоқуым керекпін. Одан кейінгіде менде осындай ғана петля тұр. Бұл жерге біреу тоқимын. Келесіге қарасаңыздар, тағы да біреу тұр. Бұл жерге де біреу тоқимын. Енді келесіге қарайтын болсақ, бізде екеу тұр. Демек, мен бұл жерге екеу тоқуым керекпін. Сөйтіп, алдыңғы қатарға қарап отырып, әр қатар сайын ортасындағы петлялары саны көбейіп отырады. Мысалға, біз алдыңғы қатарда бір-бірден тоқсақ, бұл қатарда екі-екіден тоқып жатырмыз, ортасынан. Одан кейін мына қатар тоқып болғаннан кейін біз үш-үштен тоқимыз. Сосын тағы да төрт-төрттен солай көбейіп, мынау біздің шеңберіміз, яғни дөңгелегіміз үлкейе беретін болады. Бұл дәл осылай үлкейіп тоқи беретін боламыз. Алдыңғы қатарға бүйтіп назар аударып, дәл солай тоқи бересіздер. Біз өзіміздің жаңағы размерге келгенге дейін, ол размерді қайдан алам десеңіздер, қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Міне, осылайынан тоқып шығамыз. Енді менде мынандай бір өлшем бар. Бұл интернеттен алынған.
міне егер де сізде белгілі жаныңызда жаңағы өзіңіз тоқып жатқан адам қасыңызда болса, онда дәл осылай өлшеп алсаңыздар болады. Ал егер де жоқ болса, онда мынау кесте сіздерге көмекке келетін болады. Мысалға, мен қазір қызым 5 жаста. 5 жастағы қызға мен 16 не болмаса 16-да 6 сантиметр етіп тоқитын боламын. Яғни бұл 16 диаметр дна дегеніміз, ол менің мынауым 16 сантиметрге дейін үлкею керек. Яғни сол 16 сантиметрге жеткен кезінде біз сол жерде кездесетін боламыз. Мынаны мысалға біз айналдырып тоқып шығамыз ғой, содан кейін қолымызға кәдімгі линейкамыз не болмаса сантиметровая лентамызды алып, дәл осылайынан өлшейтін боламыз. Менде 5,5 сантиметр болса, бұл менде 16 сантиметрге дейін мен тоқып шығамын. 16 сантиметр болған кезде кездесеміз. Сіздер өз размерлеріңізге келген кезде тоқтайтын боласыздар. Мінекей, мен өзіме қажетті размерге дейін тоқып алдым. Менде мынау 16 сантиметр болды. Енді ары қарай қалай тоқимыз? Ары қарай біз ешқандай да көбейтпейміз жібімізді. Енді біз панамамыздың глубина дейді ғой, тереңдігін тоқитын боламыз. Ол менде болады примерно 18-20 сантиметр. 18-20 сантиметрге дейін тоқимын. Біз дәл өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген узормен тоқсаңыздар болады. Мен бір-екі дәл осы узормен кететін боламын. Екі петляға петляға көтеріп алып, ары қарай мына жерден емес, енді мен келесі петлядан іліп тоқимын. Бір, екі, осылайынан әрбір петлядан бір-бір полустолбик тоқып шығатын боламын. Тоқып кетемін, ары қарай шығатын боламын емес, тоқимын. Менің пока тереңдігі, шапкамның тереңдігі 18-20 сантиметрге жеткенге дейін дәл осылайынан тоқып шығамын. Міне қазір көрсетемін. Біз алдыңғы қатарда мына жерге 2 полустолбик тоқыған болатынбыз, бірақ біз енді бұл жерде осы қатардан бастап әрқайсысына бір-бір полустолбик тоқитын боламыз. Яғни көбейтпейміз. Осылайынан тоқимыз. Және де біз тереңдікті қалай өлшейтін боламыз? Тереңдікті біз мынаны дәл осылай аламыз. Бірінші 2 бүктейміз, одан кейін осылай тағы да осылай бүктейміз. Үстіп бүктеп, міне дәл ұшынан осылайынан есептейтін боламыз. Мынау менде 18 сантиметрге жеткенге дейін тоқитын боламын. Мен өзіме қажет биіктікке дейін тоқып болдым. Тура осылай бүктеу арқылы биіктігін өлшейтін боласыздар. Мінекей, мына жерден мына жерге дейін қанша сантиметр болды, яғни сіздердің жаңа глубина дейді ғой, тереңдігі бас киімдеріңіздің дәл осылайынан есептелетін болады. Енді мына жерде мен негізінде бағана мына узормен тоқиын дегенмін, бірақ маған жылдамдатып бітіру керек болды, себебі жақындап қалды, уақытым ертеңнен бастап болмай қалады. Сондықтан да мына узор мен үшін оңай тоқылатын болғандықтан осы узормен тоқыдым. Бұл узордың жаңағы тоқылу жолы мен каналымда бар, және де осы видеоның астына тастап кететін боламын қалай тоқылатынын. Енді ары қарай мен жаңағы панамамның жиектерін тоқитын болам. Ол үшін осылай 3 воздушный петляға көтеріп алғаннан кейін, іліп алғаннан кейін,
ары қарай 3 емес 2 қателесіп, өтірік айтамын. 2 жаңағы ауаға іліп тоқып алғаннан кейін крючогымызға накид іліп, мынау арка тұр ғой, міне мынау арка. Дәл осы аркадан 1 полустолбик, 2 полустолбик. Мынаумен қосқан кезде 3 полустолбик болу керек. 1, 2, 3. Яғни мынаның өзі 1 полустолбик болып есептеледі. Ары қарай 1 ауаға іліп аламыз. Сосын дәл осы жерге тағы да 3 полустолбик тоқитын боламыз. 1, 2, 3. Міне, ортасына ештеңке тоқымаймыз ары қарай. Мына жерді қалдырамыз. Келесі мына арканы тастап, одан кейінгі аркаға тағы да 3 полустолбик тоқимыз. 1, 2, 3. Сосын бір рет ауаға іліп аламыз да, ары қарай тағы да дәл сол жерге 1, 2, 3 полустолбик тоқимыз. Сонда бізде осындай әдемі өзінше бір узор шығатын болады. Ары қарай дәл солай мына келесі арканы тастаймыз да, одан кейінгі аркаға 1, 2, 3. Бір рет ауаға іліп аламыз. Бір рет ауаға іліп аламыз да, 1, 2, 3 полустолбик тоқимыз. Дәл осылайынан тоқып шығамыз. Яғни бір арканы тастаймыз, келесіге тоқимыз. Одан кейін тағы біреуін тастаймыз, келесіге тоқимыз. Осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. Қатардың соңына дейін тоқып болғаннан кейін қатардың басы мен аяғын қосамыз. Бұл жолы біз мына жерден емес, мынау төмен жақтан қосатын боламыз. Осы жерден қосамыз. Енді ары қарай 1, 2, 3 воздушный петляға көтеріп, сосын міне мына жерде бізде арка тұр. Дәл осы жерден полустолбик. Бірінші қатардағыдай 3 полустолбик тоқитын боламыз. 3, одан бір ауаға іліп тоқимыз, ары қарай тағы да 3 полустолбик тоқимыз. 1, 2, 3. Міне. Сосын қайтадан бізде дәл мынандай ортасы келді. Осы жерге 1 полустолбик тоқимыз. Одан кейін ары қарай тағы да мынандай жер тұр, міне. Арка тұр. Осы аркаға 3 полустолбик тоқимыз. Бір рет ауаға іліп аламыз да, тағы да 1, 2, 3 полустолбик тоқимыз. Осылайынан жалғастыра береміз. Сонда біздің мынау жиегі ақырын-ақырын кеңейе беретін болады. 1, 2, 3. 1 полустолбик. 1, 2, 3. Бір ауаға іліп тоқу, тағы да дәл сол жерден 1, 2, 3. Міне. Осылайынан қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Бұл бізде екінші қатар. Екінші қатардың соңына келдім. Алдыңғы қатардағы міне ауаға іліп тоқыған үшінші жібіммен жұмысымыздың басы мен аяғын қосамыз. Ары қарай тағы да 1, 2, 3 ауаға іліп тоқимыз. Сосын крючогымызға накид іліп, дәл бағанағы екінші қатарды қалай тоқыдық, солай тоқып бастаймыз. 1, 2, 3. Одан кейін бір рет ауаға іліп тоқимыз ба, дәл сол жерден тағы да 1, 2, 3 полустолбик тоқимыз. Ары қарай маған осы мынау жаңағы қалай айтамыз, жиегінің осы кеңдігі жетеді. Егер де сіздер жиегінің кең болған қаласаңыздар, былай тоқисыздар. Міне,
бір накид ілесіз да, мына жер бар ғой, осы жерден бір полустолбик тоқисыз, одан кейін келесі бір рет ауаға іліп тоқығаннан кейін келесіден тағы бір полустолбик тоқисыз. Міне, осылай кетеді, ары қарай келесі узор бойынша тоқисыз. 1, 2, 3 полустолбик, сосын бір ауаға іліп тоқисыз да, дәл жаңағы жерден тағы да 1, 2, 3 полустолбик тоқисыз. Одан кейін ары қарай дәл осылай жаңағыдай кете бересіз. Ортасынан 2 полустолбиктан аласыз. Міне. Бірақ маған бұлай керек емес, маған дәл осы жаңағы жиегінің кеңдігі жетеді, сондықтан да мен бірінші қатарда қалай тоқыдым, дәл солай екінші қатарда қалай тоқыдым, дәл солай тоқып кете беремін. Жаңағы мынау узор бойынша тоқып алғаннан кейін бір-ақ рет қана полустолбик тоқимын да, келесі мына аркадан 3 полустолбик, бір рет ауаға іліп тоқу, ары қарай тағы да 3 полустолбик тоқимын. 2, 3. Сосын келесі ары қарай міне мына жерден тағы да бір полустолбик, арасында бір полустолбиктан тоқып шығатын боламын. 1, 2, 3. Одан кейін бір ауаға іліп тоқимын. Келесі 1, 2, 3. Сосын тағы да бір накид іліп, келесі міне алдыңғы полустолбик аралықтағы соның мына жерінен, мына жағынан немесе мына жағынан екеуінің біреусінен аласыздар да, бір рет іліп аласыздар. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамын. Мен осы рядты тоқимын, одан кейін тағы бір ряд тоқимын, сонымен тоқтатамын. Міне мен өзіме қажетті жерге дейін тоқып болдым. Менің панамам осындай болып шықты. Енді мына жердегі артық жіпті ақырын ғана жасырып тастаймыз үлкен көзді инемен. Осындай инемен жасырып тастайтын боламыз. Бұл болды бізге керек емес. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай етіп жасырып тастасаңыздар болады. Мүмкіндігінше іш жағына қарай жасырыңыздар. Мүмкіндігінше ұзыныраққа осылайынан жасыруға тырысыңыздар. Осылайынан жасырып, артық жіпті кесіп тастаймын. Міне. Мынау менің панамамның алды, мынау арты, міне мына жер арты жалғанған жерлері. Енді мен өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен осындай гүл тоқып қойдым. Және де осы гүлдің тоқылу жолы менің каналымда бар. Оның да тоқылу жолын описанияға тастап кететін боламын. Мына жерде кішкене өзінше бір өзгешелік болғанын қалап тұрмын. Ол үшін мен осындай бір моншақ орнатып қояйын деп шештім.
мінекей болды. Осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша.